Қайырлы күн, ардақты көрермен, мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы. Бүгінгі таңда біз мұнай саласының өзіндік қыр-сырымен және жұмыс барысымен танысатын боламыз. Бүгінгі таңда осы аталған саланың өзіндік қыр-сырымен бізге таныстыратын Амангелді мырза. Амангелді мырза, қош көрдік. Қош көрдік. Енді Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының Жетеумұнайгаз өндірістік басқармасының қабат қысым ұстау цехының операторы болам. Менің жұмысым күнделікті таңертең ерте шығып, обходқа шығып, ұңғылардың давлениясын тексеріп, ұңғылардың болып атқан жағдайларын бәрін айтып түсіндіріп, мастерлерге ескертеміз. Біздің жұмысымыз күнделікті ұңғыларды тексеріп, біздің мақсатымыз жердің қабат қысымын ұстап тұру. Әрбір ұңғылардың өзінің режимі бар, күнделікті ұстап тұратын режимі бар, сол режимі бойынша жұмыс жасаймыз. Және бұл режимнен ауытқып кетпеу керек. Сол мақсатта сол режимді ұстап тұрамыз. Осы аппаратқа енді, яғни кірер жолда тұр ғой осы аппарат. Яғни бұған да күндіз-түні қаралу қажет па? Қасына маман тұру қажет па? Немесе ол қалай оның? Қалай бақылайсыздар? Оны бізде счетчик бар. Каждый осы ұңғыға келетін гребенкіден келетін линияда счетчик болады. Счетчик бойынша онлайн бәрі, геологтардың бәрі қарап отырады. Бізде келіп күнделікті обходымызда таңертең и обедтен кейін 2 рет обход жасаймыз. Каждый ұңғыларда жаңа режим бойынша счетчиктен қарап отырамыз. Режимнен ауытқып кетіп жатқан жағдайда біз обязательно келіп, тағы да келіп қарап, тексеріп, болған-болмаған жағдайдың бәрін айтып түсіндіріп, мастер мен бастықтарға жеткізіп отырамыз. Түсінікті. Амангелді мырза, толыққанды ақпаратыңыз рахмет. Ендігі алдағы уақыттағы жұмыс барысыңызбен таныстыра өтсеңіздер. Ендеше құрметті көрермен, кезекті біздің бағдарламаның әрі қарай соңын жұмыс барысымен тікелей танысатын боламыз. Күн, құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті Амангелді мырза, толыққанды тоқталып өтсеңіз. Біз мана енді ұңғылардың басына барып қарап тексеріп келдік. Ендігі біздің келетіміз гребенка, бұған БКНС-тен келеді давление, қысым. Енді бұл жерге келгенде ең бірінші счетчиктен қараймыз, қысымы нормада тұрма, көтеріліп тұрған жоқ па, түсіп кеткен жоқ па. Мына жақта гребенкіде әр ұңғылардың өзінің бөлек-бөлек кетіп атқан линиясы бар. Бұл жерде енді біздің мақсатымыз каждый ұңғылардың өзінің счетчиктері болады. Сол счетчик бойынша қарап жұмыс істейміз. Әр ұңғының өзінің счетчигі болады. Бұл счетчик бойынша жұмыс жасаймыз. Геологтардың айтқандағындай мастерлерге, шеберлерге береді, тапсырма беріледі. Осындай скважин, осындай ұңғы осындай режиммен істеп тұру керек дегенде. Мысалы 150, 200, 300 кубпен тәулігіне жұмыс істеп тұру керек дейді. Бұл жерде енді өзінің режимнен ауытқып кеткен жағдайда бұл жерге енді скважин тоқтатамыз. Мысалы көтеріліп кетті деген жағдайда бұл жерде ұңғыны тоқтатып, ұңғының басына барып тоқтатамыз және осы жерден жауып, мына КШД дейді, кран шаровой дросселіне осыны ашып, ішіне жаңа штуцер дейтін затты саламыз. Бұл жерде штуцердің өзінің әр көлемі болады. Көлемі бойынша жаңа режимге келтіреміз. Жауыңыз рахмет. Жалпы осы аталған көрсетіп кеткен жұмысыңыздың жеңілдігі мен оңайлығы, ауыртпашылығын тоқталып өтсеңіз. Бұл жерде енді жеңілдігі мен ауыртпашылығы дегенде әр маманның өзінің саласы бар. Өз саласына қарай жұмыс жасайды. Бұл жерде енді бізге енді үйреншік жағдай. Бұл енді ол салада 8 жыл болды жұмыс жасап келе жатқаныма. Маған енді бұл жұмыс оңай енді. Жалпы кез келген маман алып кете алады ма? Ол яғни нақты бағыт бар екен түсінікті, бірақ кез келген маман алып кету мүмкіндігі бар ма? Енді бұл жерде кез келген маман келіп, мына жұмысты бірден алып кіріп кете алмайды. Потому что бұл жерде де қысым бар. Енді ол жерде білікті өзің маман біліп жұмыс істеген жақсы ғой. Білмейтін адам келіп істейтін болса, бұл да енді кішкене қиындау болады. Сіздің өзіңіз қанша уақыт ішінде үйреніп алып кеттіңіз? Мен енді бұл нені үйреніп кетуіме 1 ай уақыт кетті маған, өзіме лично. Осы жұмысты істеп жүргенім данным 8 жыл болды. Осы жұмыс қазір 5 саусақтай білем өз жұмысымды. Жақсы атқарамын деген ойдамын.
Мысалы қазір көп жастар немесе осы оқып жүрген азаматшалар осы мұнай саласына өздеріңіз білетіндей қызығушылықтар жоғары. Осы тұрғыда оларға айтар сөзіңіз болса немесе ескертпе сөзінде. Енді бұл сала көп жауапкершілікті талап етеді. Бұл жұмысты атқарып кету бірден оңай емес. Бұл салада жұмыс істеу енді біріншіден оқып үйреніп келіп нетпесе, енді бірден алып кету ол қиын. Түсінікті. Өзіміз байқағандай, жалпы мұнай кен орындарына жүретін азаматшылар саласының мамандары көбінісі сыртта, жұмыс бағыты. Қыста да, күзде де, мысалда, жаз мезгілдеріне де ол қаншалықты мысалы өздеріңіз сізде үйреншікті? Біз енді үйреніп кеттік. Қысы жазына, суығына, шаңына ол жағына ештеңе қарамаймыз. Жалпы жұмыстың өзінің барысына қарай жұмыс жасаймыз ғой енді. Оны тоқтатып қойып қайдан қарап отырайық. Жалпы перерыв дейді ғой, үзіліс. Сол қай уақыттарда мысалы бір күндік алғанда? Ал енді бізде ондай үзіліс дейтіндей жоқ. Бізде үзіліс тек обедкі уақытында болады. Бізде қазір вахтовый метод, бізде 12 сағат істейміз, таңертең келіп, кешке кетеміз. Үзіліс тек обед уақытында. Көп қала тұрғандары қазіргі таңда мұнай деген кезде тікелей мысалы жұмысшылар елестетті. Олардың яғни тіке әртүрлі бағытқа бөлінетінін білмейді, әртүрлі салаға бөлінетінін білмейді. Жалпы олар басқа жұмысшылармен салыстырған кезде сіздердің бағыттарыңыз бір ме, яғни жұмыс жасайтын уақыттарыңыз деген сынды? Енді жұмысымыз әр салада әртүрлі. Енді қазір бәрімізді вахтовый методқа көшіріп жатыр, 12 сағаттықпен, 12 сағат бәрін бірдейміз. Бірақ әр саланың өзінің жұмысы бөлек дегенде, біз енді қабат қысым ұстап тұрамыз. Басқа салада мұнай өндіретіндер бар, жердің астынан алатындар. Енді басқа да салалар көп қой енді. Түнгі уақытта? Бізде енді түнгі сменде машинисттер бар. Бұл салада енді осы гребенкілерге насоспен су айдап отыр. Енді бұл салада нелердің насостардың тоқтап қалмауына және осы жұмысты қадағалауына қарап жұмыс жасайды. Ендеше құрметті көрермен, біз қазір цехтың ішіндеміз. Жалпы менің қасымдағы Шыңғыс Кендірбайұлы. Қош көрдік. Қош келдіңдер. Мен өзім Мақтымбердиев Шыңғыс Кендірбайұлы. Осы қабат қысымын ұстау цехында нөмірі 2-ші ұжымда шебер қызметін атқарам. Жұмысымыз жаңа оператор өзінің көрсеткішін көрсеткендей, бүгін бір күндік жұмыс тәртібін сол бойынша қызмет атқарамыз, жұмыс жасаймыз. Жалпы өзіңіздің әріптесіңіз жаңа ғана жұмыс барысымен таныстырып өткен. Кезекті сіздерге сұрағымыз бар. Жалпы аталған осы цехта мұнай саласына қызмет етушілердің саны қанша шамамен? Біздің енді қабат қысымын ұстау цехында общий 144 адам, оның 122 адамы жаңағыдай жұмысшылар, 22-сі мастеріне, механик, бастық деген сияқты. Түсінікті. Яғни әртүрлі бағытқа бөлінген, Жалпы нақты қандай бағыт? Геологтар деп атап өтіңіз, тағы қандай? Бізде дейтін әртүрлі мамандықтар бар. Мысалы, машинистер бар, операторлар бар, сварщиктер бар, сосын слесарь жөндеушілер бар, сосын механиктер бар, мастер, зам, сосын геологтар. Түсінікті. Жалпы олар арнайы оқудан өткен, Арнайы оқудан өткен, әркім өз саласы бойынша, әр мамандық өз саласы бойынша қызмет атқарады. Түсінікті, жауабыңыз рахмет. Құрметті көрермен, кезекті сұрақ көптеген қала тұрғындарының әсіресе қыз балалардың көкейінде жүрген сұрақ деп есептеймін. Жалпы қыз балаларға бұл аталған саны алып кету қаншалықты оңай? Енді қыз балаларға біздің қазіргі уақытта қабат қысымын ұстау цехында қыз балаларға оңай емес деп ойлаймын. Себебі біздер ысырмалармен, әр ұңғылармен жұмыс жасайды. Жаңағыдай біздің қысымымыз басқа қабат қысымын ұстау цехтарының қысымына қарағанда біздің қысым жоғары болып есептеледі. Түсінікті. Қазіргі таңда сіздің әріптестеріңіз, қыз балалар, әйел адамдар бар ғой, олар қандай салада жүр? Қазіргі таңда бізде әйел адамдарымыз бар, оператор қызметінде, машинист қызметінде атқарып жүрген. Олар енді әрбіреуінің бұрыннан бері жұмыс жасап келе жатқан өздерінің
стаждары бар. Олар жұмыстарын жетік біледі деп ойлаймын. Жалпы қазіргі таңда көптеген мекемелердің өзімізге белгілі, яғни жедел жәрдем көмегі бар, және басқа да өрт туындаған немесе басқа да бір қолайсыз жағдай туындаған кезде хабарласатын номер деген сынды бар. Сіздер осы тұрғыда айтып кетсеңіз. Иә, біздің де Маңғыстаумұнайгаздың, оның ішінде Жетібаймұнайгаздың өндірістік басқармасына қарасты медиктеріміз бар, дәрігерлік көмек, өрт сөндірушілеріміз бар. Олар енді жаңа дәрігерлеріміз таңертеңгі уақытта жұмысшылар келгеннен бастап тексерістен өткізіледі, әрбіреуі сосын барып жұмысқа кіріседі. Жалпы қанша қызметші жұмыс жасайды, соншалықты барлығы кезекпен өткізеді ма? Иә, барлығы да кезекпен жағдай дәрігерлік көмектен өткізіледі. Нұрдана ханым, сұрағыңызға рахмет. Енді келесі бөлмеде біздің жаңағы ұңғымалардың, сораптарымыздың қалай қызмет жасайды, іштен экраннан бақылау жүйесін көрсетіп өтейік. Бұл жерде енді экран, барлығы қазір заманауи экранға шығарылған. Каждый БКНСтердің қызметі, жасап тұрған сораптардың жасылмен белгіленіп тұр. Сосын ары қарай ұңғыларға қарай кетеді. Ұңғыларға неше қанша режимде, қанша скважин, қандай қабылдап тұр, соның бәрі көрсетілген. Сол бойынша өнерде геологический отдел жұмыс жасайды. Яғни бұны нақты бір бақылайтын маман болады ғой, иә? Бұны нақты бақылайтын геологический. Түсінікті. Яғни, мысалы, атап өттіңіз ғой, нақты мұнай саласын түсетін салаларды нақты оқудан, тәжірибеден өту керек депті. Бұл салаға да нақты меңгеру үшін сондай талаптар бар ма? Әр мамандықтың, әр саланың өтетін өзіндік нелері, талаптары, жаңағыдай тәжірибелері болу керек. Бұл жерде енді геологтардың қызметі іште де жасайды, сыртта да жасайды. Геологтардың қызметі әрбір жаңағыдай ұңғымалардың режимін бақылап отыру. Сосын бұл жерде сыртта жасайтындары жаңағыдай әрбір ұңғыға жөндеу жұмыстары келген кезде әрбір ұңғыманың басын барып қарап, өздері көзбен қадағалау жұмыстарын жүргізу. Шыңғыс мырза, толыққанды ақпаратыңызға рахмет. Жалпы біздің қарап отырған көрермендерге тікелей өзіңіз салаңызға байланысты немесе алдағы уақытта жоспарларыңызға байланысты алып қосарыңыз болса. Барлығы да өсіп жатқан Қазақстанның әрбір азаматының арманы деп ойлаймын, мұнайшы болу. Енді бұл жерге жұмыс жасау әр маманның, әр саланың өзіндік қиындығы да бар, жеңілдігі де бар. Кез келген жастарымыз алып кетеді, ары қарай жасай алады деген мен сенімдімін. Құрметті көрермен, кезекті біздің мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасындағы мұнай саласының өзіндік қыр-сырымен таныс болдық. Шыңғыс мырза, рахмет сізге толыққанды ақпаратыңызға, алдағы уақытта жоспарларыңызға өз атымыздан тікелей сәттілік тілейміз. Және құрметті көрермен, жаңа ақпаратқа толы бағдарлама болғанына сенімдіміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.